Құрметті бауырлар, бүгін бізде жиі туындайтын сұрақтардың біріне жауап іздеп көреміз. Құран не үшін араб тілінде түсірілді? Оның хикметі мен себептері қандай? Бұл сұраққа жауап беру үшін Құранның мазмұнына, оның түскен ортасына және тілдік ерекшеліктеріне үңіліп көрейік. Бірінші, Құранның арабша түсуінің негізгі себебі Құран Мұхаммед пайғамбарға, оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын, Арабия түбегінде түсті. Сондықтан оның алғашқы тыңдаушылары арабтар болды. Араб халқы өз дәуірінде ерекше тіл мәдениетіне ие еді. Олар поэзия мен шешендік өнерді жоғары бағалаған. Құран олардың ана тілінде түсуі оны оңай түсініп, қабылдауларына мүмкіндік берді. Бұл туралы Құранда былай делінген: сендер ой жүгіртсін, түсінсін деп, біз ол кітапты арабша Құран түрінде түсірдік. Юсуф сүресі 2-ші аят. Екінші, араб тілінің ерекшеліктері. Араб тілі әлемдегі ең бай және күрделі тілдердің бірі. Құранның арабша түсуі оның мазмұнын толықтай жеткізу үшін маңызды болды. Мағынаның тереңдігі. Араб тіліндегі әр сөздің бірнеше мағынасы бар. Бұл Құран аяттарын терең түсінуге мүмкіндік береді. Әуезділік пен көркемдік. Араб тілінің ерекше ритмі мен әуезділігі Құранды тыңдаған адамға рухани әсер етеді. Туралық пен нақтылық. Араб тілінің грамматикасы өте жүйелі. Бұл Құрандағы аяттардың мағынасын дұрыс жеткізуді қамтамасыз етеді. Үшінші, Құранның әмбебаптығы. Құран тек арабтарға ғана емес, бүкіл адамзатқа арналған. Ол әмбебап кітап болғандықтан, оны барлық тілге аудару мүмкіндігі де қарастырылған. Бірақ аударма Құранның түпнұсқасы бола алмайды. Аударма тек түсіндірме ретінде қызмет етеді, ал түпнұсқа мәтін араб тілінде қалады. Құранның араб тілінде сақталуы оның өзгеріссіз қалуына ықпал етті. Алла тағала Құранда шүбәсіз, осынау зікірді Құранды біз түсірдік және оның сақтаушысы да біз, деп уәде етті. Хижр сүресі 9-шы аят. 4-ші, тарихи және географиялық хикметі. Құран түскен кезде Арабия түбегі мәдениеттер мен сауда жолдарының орталығында орналасқан еді. Араб халқы арқылы Құранның хабарын әлемге жеткізу оңай болды. Арабтардың поэзияға және сөз өнеріне құмарлығы Құранның ерекше тілдік шеберлігін жоғары бағалауға себеп болды. Бесінші, Құранның арабша түсуі мұғжиза. Құранның араб тіліндегі стилі мен құрылымы басқа ешбір әдебиетпен тең келмейді. Ол арабтардың ең танымал ақындары мен шешендерін таңғалдырды. Алла тағала Құранның мұғжиза екенін дәлелдеу үшін былай деді: егер құлымызға түсірген Құранның ақиқаттығына шәк келтірсеңдер, қане, соған ұқсас бір ғана сүрені ойдан шығарып әкеліңдерші. Бақара сүресі 23-ші аят. Кейде бізге неге Құран қазақ тілінде түспеген деген сұрақ туындап жатады. Бұл сұрақты дұрыс түсіну үшін Құранның осы төбеде келтірілген түсу ерекшеліктерін, тарихи және рухани хикметін білгеніміз жөн. Әр тілдің өз артықшылығы не кемшілігі бар дыбысында, айтылуында немесе әріптерінде. Біз қазақ тілі 2-3 жыл бұрын ғана латын әрпіне өтеміз деп жүрдік. Ол болмайтын болып бұрынғыша кириллицада қалдық. Оған дейін бірнеше жыл бұрын араб әріптерімен төте жазу болды. Осындай сияқты әр тілде өз артықшылығы не кемшілігі бар. Сондықтан Құранның әлемге кең таралу үшін араб тілі сияқты икемді тіл таңдалды деп түсінген дұрыс болар. Біз білмейміз, Алла тағала бәрін білуші. Қияметке дейін Құран сақталатындықтан Алла бәрін жақсырақ біледі. Қорыта айтса, Құранның араб тілінде түсуі кездейсоқ емес. Бұл Алланың хикметі. Араб тілінің тереңдігі, әуезділігі және дәлдігі Құранның мағынасын толық жеткізуді қамтамасыз етті. Құрметті көрермендер, Құранды оқу, оның түпнұсқасын тыңдау және оның мағынасын түсінуге тырысу әрбір мұсылманның міндеті. Ал сіз Құранды араб тілінде оқып көрдіңіз бе? Пікіріңізді төменде қалдырыңыз.